Армысыздар, тікелей эфирде айтарым бар бағдарламасы студияда Арнагүл Исабекова. 23 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлер күні. Бұл ретте өңірімізде бұл салада қандай жаңашылдықтар бар, мемлекеттік қызметкерлерге қойылатын негізгі талаптар. Бұл туралы сұрақтарға бүгін мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Нұрлан Жахин және мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Ерлеген Меңдалиев жауап беретін болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, тікелей эфирге хабарласуға болатын нөміріміз 55-76-40, сонымен қатар WhatsApp желісі 8-705-631-85. Ерлеген Жардемұлы, Нұрлан Серікұлы, студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы жоғарыда атап өткендей, 23 мамыр күні, бірер күннен соң сіздердің төл мерекелеріңіз, мемлекеттік қызметшілер күні аталып өтіледі. Бұл ретте нақты біздің өңірімізде қандай шаралар жоспарланған? Айтып өту керек, 2013 жылы елбасымыз республиканың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақстанда бұл күн аталып өтілетін болды. Сол күннен, сол 23 маусым күні жарлыққа сәйкес бұл негізінен Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен қабылданған болатын, және де осы бұға кіретін мемлекеттерге осындай ұсыным ретінде. Енді былай қарасақ 6 жыл, биыл 2019 жылы қазір Павлодар өңірінде биыл мемлекеттік қызметшілер күні кең аталып өтілуде. Былай нақтырақ айтатын болсам, облыстық әкімдіктің және біздің департаменттің бастамасымен, облыс әкімдігінің қолдауымен, жаңағы спорт басқармасы бар, мәдениет басқармасы бар, солар барлығымыз бірігіп, осы мемлекеттік қызметшілерге осындай бір жақсы мереке сыйлауды көздеп отырмыз. Жалпы ең басты концерттік жаңағы салтанатты шара 22 маусым күні осы ертіс променад, оның барлығы қаламыздың тұрғындары, облыс тұрғындары біледі. Сол алаңда үлкен бір концерт болады, үздік мемлекеттік қызметшілер, сонымен қатар атап өтем, әртүрлі конкурстар ұйымдастырылған болатын. Сол конкурстардың жаңағы жеңімпаздары, балалар, мемлекеттік қызметшілердің балалары, осы үздік жыл бойы өзін оң қырынан жағымды мемлекетке пайдалы қызмет жасаған адамдарды барлығын марапаттайтын боламыз. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер күні қарсаңында облыс әкімімен біздің департамент басшысымен арнайы жоспар бекітілген болатын. Сол жоспарға сәйкес 1 мамырдан бастап менің ата-анам мемлекеттік қызметшілер атты балалар арасында байқау өткізілген болатын. Ол жаңағы ашық түрде дауыс беру арқылы республикалық КСРК сайтында жаңағы ертіс телеарнасымен біз бірге жасаған болатынбыз. Солардың сайтында дауыс беру өтті. Енді соның жеңімпаздары да сол алаңда марапатталатын болады. Олар өз ата-аналары туралы, олардың қызметтері туралы жаңағы видеоларын жасаған болатын. Сонымен қатар екінші бір масштабты кең түрде өткізілетін шара, ол жаңағы волейбол турнирі республикалық Мағжан Серғазинға еске алуға арналған үлкен осы турнир. Біздің қонағымыз да қазіргі таңда өтіп жатыр. Өтіп жатыр. Менің әріптесім Маңғыстау облысынан сол волейболға арнайы келген болатын. Сондықтан да бұндай мүмкіндікті біз қалт жібермей, осы бірге келуді ұйғардық бүгінгі бағдарламаға. Жалпы, Ерлеген Жардемұлы, нақты Маңғыстау облысындағы мемлекеттік қызметке тоқталып өтсеңіз, сіздердің өңірлеріңізде қандай да бір жаңашылдықтар бар ма енгізілген? Сұрағыңызға рахмет. Мен әуелі сөзімнің басында осы Нұрлан әріптесімді бүгінгі студияға шақырып арнайы қонақ қылып жатқан үшін үлкен алғысымды білдіремін. Сосын Маңғыстау облысының атынан Павлодар өңірінің мемлекеттік қызметшілерін алдыңызда келе жатқан 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарының жұмысына сәттілік тілегім келеді. Енді жаңа волейбол жарысы туралы айтып кетті, бір-екі ауыз сөз қосып өтейін. Өзім мемлекеттік қызметші болсам да, осы спортпен айналысқанды өте жақсы көремін. Соның ішінде шағын футбол, интеллектуалдық, шахмат, шашка дейтін бар. Соңғы жылдар осы волейболға өзім әуестеніп, сосын мемлекеттік қызметшілерді жинап, осы республикалық деңгейдегі жарысқа алып келіп отырмын. Бір жағынан өзімді қуанышты сезінемін, осындай үлкен жарысқа келіп жатқанымды. Өткен жылда болды, енді болашақта
осындай жарыстарды басқа өңірлерде, мысалы өзіміздің Маңғыстау облысында да өткізсек деген қазір осы Павлодарға келген кезде сондай ой туындап отыр. Енді біздің облысымызға келетін болсақ, Маңғыстау облысында мемлекеттік қызметшілерде қандай өзгерістер бар? Енді республикалық деңгейде белгілі, бұған дейін бірнеше рет ақпарат құралдарында біз айтып жүрміз. Маңғыстау облысында жергілікті атқарушы органдар 2018 жылдан бастап жаңа факторлы балдық шкала негізінде жаңа еңбекақы жүйесіне көшті. Бұл бізге не берді? Осы жүйе енгеннен кейін біздің облысымызда кадр мәселесі тұрақтанды. Яғни бұрын мемлекеттік қызметке келушілердің саны аз болатын болса, енді жаңа жүйе енгеннен кейін тұрақтылық жаңа қалыптасты. Және басқа да жеке сектордан мемлекеттік басқа да ұлттық компаниялардың өкілдері де осы мемлекеттік қызметке деген өздерінің қызығушылығын таныта бастады. Енді бұл үлкен серпіліс берді біздің өңірімізге. Бір жағынан бұл мемлекеттік қызметтің имиджін де көтеруге өте жақсы әсер етеді. Яғни мемлекеттік қызметте жаңа конкуренттік жаңа орта қалыптасады. Қысқаша айтқан кезде осындай жаңалықтар. Жұмыс сапасына да өзінің септігін тигізеді. Әрине. Аталмыш жаңа тәсіл, балдық шкала тәсілі біздің өңірімізде де 2019 жылдың басынан бастап енгізілген болатын. Қандай өзгерістер орын алды? Нақты соған тоқталып өтсеңіз. Жаңағы Маңғыстау облысының ерекшелігі негізінен ол біздің агенттікте, жергілікті департаменттерде агенттіктердің, және де Астана қаласы әкімдігі, әділет департаменті және де Маңғыстау облысының әкімдігінде жергілікті атқарушы органдарды енгізді. Сондықтан да оларда енді бұл жаңағы факторлық балшыға мемлекеттік қызметшілері жоғары жалақы алды. Енді ол апробация өткізілді. Енді болашақта жуық арада жаңағы ел президент айтқанындай мемлекеттік қызметшілердің үлкен талап қойылуда. Сондықтан да олардың жаңағы әлеуметтік жағында жалақыны өсуіне де бұл жұмыстар енді жуық арада барлық Қазақстан бойынша мемлекеттік қызметшілерде шешіледі деп ойлаймыз. Енді бұл жоғарылату біз айтып өттік қой, оның алдындағы бағдарламаларда тек қана жаңағы бюджет тарапынан қамтамасыз етілетін мемлекеттік органдарды оптимизациялау, оңтайландыру есебінен ғана жоғарылайды жалақылары. Бұл халық бірден білу керек. Ол жаңағы біз мемлекеттен олардың салықтарынан алып мемлекеттік қызметшілердің жалақыларын өсіріп жатқан жоқпыз. Керісінше жаңағы оптимизациялау, оның ішінде ішкі оптимизациялау, мемлекеттік органдарды оңтайландыру, қысқарту деген секілді. Соның есебінен енді жуық арада біздің де ертіс өңірімізде барлық мемлекеттік қызметшілердің жалақысы жоғарылап, енді оларға қызметтерінің тиімділігінің асуына тағы бір оң қадамдардың бірі болады деп ойлаймыз. Бұл ретте жаңағы жұмыссыздық артады деп айтуға болады мемлекеттік қызметшілер арасында, әлде керісінше барлығы сол өз орындарында? Жоқ, енді жұмыссыздық артады ондай әңгіме жүріп жатқан жоқ. Енді ондай әңгіме де болмайды. Өйткені белгілі бір вакансиялардың саны бар. Сонымен қатар кейбір ведомствоға бағынысты жаңағы подведомство ұйымдар бар ғой. Солар мысалы кейбірі бірдей функциялар атқарады. Оларды мысалы біріктіру. Ол уақытта енді кейбір мысалы директорлардың орынбасары деген лауазымдар қысқартылуы мүмкін. Бірақ та оларға төмен лауазымдар ұсынылады. Бірақ дегенмен де оның бәрі жалпы сайып келгенде олардың жалақыларында көрсетіледі. Яғни жоғарылауы байқалуы мүмкін. Сондықтан да ол лауазымы төмендесе де жалақысы өссе, мысалы оның болашағында енді ол сол мемлекеттік органда істеп жүрсе, енді орынбасар ауысқанда оған кейіннен сол орында тиюі мүмкін. Енді мансаптық жоғарылау да ол кезде яғни ескерілген. Жалпы өздеріңіз осы жауапкершілігі мол салада қызмет етіп жүрсіздер. Бұл ретте мемлекеттік қызмет немен қызықты? Ерекшеліктерін атап өте аласыздар ма? Мемлекеттік қызмет біріншіден ол енді тұрақтылық деп айта аламыз. Енді екіншіден нағыз патриоттар үшін қызмет бұл. Нағыз патриот азамат болсаң, енді халыққа қызмет етем деген ой болса, енді кейбір мемлекеттік өз қалтасын жаңағы мемлекеттік қалтамен алмастырмау керек. Жаңағы егер мемлекеттік қызметке келсең, халықтың мүддесі үшін, ел мүддесі үшін, қоғам мүддесі үшін, сол үшін тұрысу керек. Енді сондай ниетті адамдар мемлекеттік қызметте жұмыс жасау қажет.
Енді біз айтып жатырмыз, иә, жаңағы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу ол әрине жеңіл жұмыстардың бірі емес. Кейбірі, иә, мен мемлекеттік қызметте жұмыс істегім келеді, бірақ кейін келген кезде оның ойы өзгеріп, бұл менікі емес, мен жай келгем деген секілді әңгіме туындамау керек. Егер де сен дайын болсаң, дайын бол, тиімді қызмет етуге дайын болу керек. Енді жастарға немен тиімді қазір уақытта қызықты. Біріншіден мансаптық өсу бар, жоғарылау. Баяғыда егерде кез келген басшы, бөлім басшысының орны босаса, немесе бас маманның орны босаса, кез келген өзінің туыстарының, танысын, ағасын, баласын деген секілді әңгімелер туып жатты ғой. Бірақ ондай әңгімелер толығымен жойылды. Командалық ауысулар 3 есе, 4 есеге дейін қысқарды. Қазір уақытта тек қана баспасөз хатшылары, көмекшілерінен басқа қала әкім, облыс әкімдері басқа өзінің жаңағы адамдарын кез келген басқараға отырғыза алмайды. Өйткені оған байланысты жаңа ішкі конкурстар бар. Ішкі конкурстар екіге бөлінеді. Жаңағы өз мемлекеттік органның ішінде және де барлық мемлекеттік органдардың ішінде. Сонымен сол конкурстардан кейін ғана жалпы конкурс болады. Сондықтан да бұл да жай маманға болашақта мансаптық өсуге бір жол ашатын бір серпіліс. Өзімде мысалы соның куәгерімін, және де өзімде де сондай болған. Мен өткені кезінде жай инспектор болып келгенмін, сосын аға инспектор, аса маңызды жөніндегі инспектор, кейіннен бөлім басшысы, содан кейін басқарма басшысы, сосын орталық аппаратта мысалы аға консультант, кейіннен директордың орынбасары, сосын ресми өкіл, енді міне осы Павлодар өңірінде департамент басшысының орынбасары деген жеттім. Енді бұл мақтаныш емес. Шын айтайын, өзім жай қарапайым отбасынан ешкім мені мысалы итермелеп, ондай аға көке деген жоқ. Егер де сен тырыссаң, болашақта ниетің болса, нақты жұмыс атқаруға, өзінің креативті адам ретінде таныта білсең, патриот, қазір уақытта бұндай адамдарға мемлекеттік қызмет өз есіктерін ашады. Сондықтан да бұл уақытта тырысу керек, жастарға айтарым. Енді сонымен қызықты мен үшін. Мысалы әріптесім қайтсам, сіздің қосыласыз. Мен де өзім осы мемлекеттік қызметте 20 жылдың үстінде, былай айтқан кезде мен мемлекеттік қызметтен басқа жерде жұмыс жасап көрмеппін деп айтсам болады. Жаңа Нұрлан әріптесім айтып отқандай, ең төменгі лауазымнан бастап осы деңгейге дейін жеттім. Басқа да мемлекеттік қызметшілерге айтарым, мысалы айтып та жүрміз, әркім өзінің алдына қойған мақсатына жете білу керек. Қандай лауазымға дейін барғысы келеді, оны әр өз қызметкер өзі жоспарлап, өзі қол жеткізеді. Қазіргі мына заманда дәл сол жаңа жүйеге келдік. Кім өзінің жұмысын көрсетеді, жаңа креативті, жақсы идеямен, жаңалықтармен келген қызметші өзін өзі жаңағы дамытып отқан қызметкер алға қарай өседі. Жаңа алғашқы сөзімді қосып кететін болсам, жаңа жүйені айтып өттім ғой, сол кезде біздегі Маңғыстау өңіріндегі ситуация 180 градусқа өзгерді. Мына бір орынға бұрын бір адам, болмаса кейбір бос орындарға адамдар келмейтін конкурс ұйымдастырған кезде, жергілікті атқарушы органдарға, енді мына жаңа жүйе енгеннен кейін бір орынға 10-15, кейбір жерлерде 25-ке дейін адамдар келді. Мысалы өзіміздің Алматы департаментте бір орынға конкурс өткізген кезде мен конкурстық комиссияның өзінің төрағасы болдым. Қанша 24 адам келді бір орынға. Мысалы таңертеңнен кешке дейін біз түске дейін, түстен кейін ондай тәжірибе менде болып көрмеген. Бұрын бір адам келеді, былай қараған кезде бізде таңдайтын ол кезде мүмкіншілік жоқ. Бір адам келді, біз алуымыз керекпіз, өйткені жұмыс жасайтын адам жоқ. Қазір таңдауға мүмкіндік бар. Өте жақсы жағдай. Керемет серпіліс. Жалпы биыл 2019 жыл елбасының жариялауымен жастар жылы деп жарияланған болатын. Бұл ретте мемлекеттік қызметтегі нақты жастардың үлесі қандай? Біздің өңірімізде болсын, Маңғыстау облысында болсын? Енді қазір Павлодар өңірінде егерде бұрындары 44 жастағы адамдар көбірек болса, мысалы мемлекеттік қызметте, қазір енді мемлекеттік қызметте 29-дан 33 жасқа дейін мемлекеттік қызметшілердің саны едәуір көп деп айта аламыз. Одан қалды жастар қазіргі уақытта өзінің көп тартылуда. Өйткені бұрындары мемлекеттік қызметке жастар мүлдем келгісі келмей бірден бизнеске бет бұрып немесе
мемлекет сыңайлы жаңағы әртүрлі бағынысты органдарда жұмыс істегісі келсе, енді жылдан жылға мемлекет қызметкерлер, қызмет органдарының жаңа перспективаларын көрген сияқты, жаңа серпінді өзгерістерді көрген, жалақының өсуі бар деген секілді, соның бәрін көріп, енді қазіргі уақытта жастардың көптеп келуін біз байқап жатырмыз, негізі шын айтқанда. Енді жастар жылы дегенде, енді қазір уақытта біздің енді Маңғыстауда болсын, бізде де болсын, орталық аппараттың талабы бар, сонымен қатар жергілікті мемлекеттік органдармен бірлесіп, жастармен тығыз жұмыс жасауды қолға алдық. Жаста болса, белгілі бір жетістікке жеткен жастарды көбірек телевидениеға шығарып көрсетіп, басқа жастарды оның арасынан оларды көрсету арқылы имиджді көтеріп, басқа да жастардың жаңағы келуін біз тосып отырмыз негізі. Жемқорлық жаңағы мемлекеттік қызмет бағытындағы мемлекеттік қызметкердің сапасы бойынша қызметтерді көрсету, жаңағы цифрландыру бағытында, енді сол бағытта жастармен қазір уақытта көптеген жұмыстар жүргізілуде. Оның бірі жаңағы жастар мектебі бар бізде жеке. Олар жаңағы сол жастар ШМЛ дейді, школа молодых лидеров, жастар лидерлері мектебі, көшбасшы мектебі. Солардың қатарынан олар студент кезінде соған кіріп, осы мектепке әртүрлі сала бойынша органдарда, жаңағы заводта бола ма, өзінің саласына байланысты стажировкадан өтіп, өзінің жылдан жылға кәсібилігін, мамандығына байланысты білімін арттырып, кейіннен нақты сол маманның иесі болуға, өз конкурсқа қатысып, өзінің жаңағы оқыған нәтижесін, өзінің жемісін сол кейіннен осы мемлекеттік қызметке өтумен өздері растап жатады. Яғни мемлекеттік қызметке орналасудан бұрын жастарға мүмкіншілік жасалған. Ол жаңағы білім беру ордаларында, колледждерде біз ондай мүмкіндік жасап жатырмыз. Сонымен қалды саналы ұрпақ деген агенттіктің жеке жобасы бар. Сол жоба шеңберінде олар өздерін көрсете алады. Және де ертіс адалдық алаңы деген жобамыз бар. Ол Маңғыстауда да бар. Жалпы елбасының тапсырмасы бойынша бүкіл өңірлерде адалдық алаңы жобалық кеңселері құрылды. Соның жаңағы жұмысында агенттік төрағасының тапсырмасы бойынша жастарды, волонтерларды біз кең тартып, соларды осы жұмысқа қосып жатырмыз. Жалпы жоғары оқу орнын бітірген, жаңада ғана бітірген мысалы түлек, мемлекеттік қызметке орналасқысы келсе, мүмкіндігі бар осында? Жас маман ретінде. Әрине, қазір соңғы нормативтік актілерге өзгерістер енгізілді. Қазір уақытта егер колледж бітіріп те, сен мысалы кез келген мемлекеттік органға колледж орта арнаулы мамандықпен түсе аласың. Оның алдында тек қана мысалы селолық округтарда ең жетекші маманға ғана колледжбен түсуге мүмкіндік бар еді. Бірақ қазір жоғарғы оқу орнын бітір, колледжді, бірақ бәсекеге қабілеттілік деген бұл жерде жаңағы бір аса айтып өтетін принцип бар. Бәсекеге қабілетті жастар болу керек. Тек қана тілді білмей, өз саласының, өз оқыған мамандығының ол шебері болу керек. Ол өзі жаңағы практика дейді, жаңағы стажировка деген мәселелерді ол өзі өтіп, барып, тырысып, соны біліп, алып, зерделейін деген ой болу керек. Ал тек қана мысалы мен практиканы сатып алам, стажировканы туысымда өтем, бірақ бармау деген мәселеден, сондай ойдан аулақ болу керек. Яғни рухани жаңғыру дейміз ғой, өзінен бастау керек. Сен өзіңді дамытайын десең, осы саланың не үшін оқып жатсың, сол бойынша өмір бойы өзіне мамандық таңдау керексің. Ол үшін енді тәжірибе керек. Бірақ та бірден мен мемлекеттік органға келіп, сол органның үздік маманы болам деген бірден бола алмайсың, өйткені оған тәжірибе керек, оған оқу керек, білім керек деген секілді. Жауабыңызға рахмет. Біздің студиямызға хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа шықсақ. Қайырлы кеш. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Мен осы бағдарлама бастап отырмын. Яғни осы мемлекетке қызметке алатын кезде сіздердің айтуларыңыз бойынша, яғни бар талаптар сақталатын сияқты, барлығымызға солай көрінеді, барлық заңды білу керек. Бірақ неге осы мемлекеттік қызметке өтетін шенеуніктер қазақ тілін білмейді, сол үшін жауап беріңіздер. Осы қазақ тілінен тест тапсырған кезде қайда қарайсыздар? Неменеге сүйенесіздер? Олардың білімі қаншалықты жоғары немесе төмен? Олар қалай өтіп жатады?
Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Енді дұрыс айтасыз, қазақ тілі қазір бір бұл басымдық, шын айтқанда. Мен сұрағыңызға жауап берместен бірін айтып өтейін. Мысалы, бізде агенттікте аппараттық кеңестер болғанда, біз видеоконференциядан көріп жатамыз. Орыстардың өздері бізде қазақша баяндама жасап жатады. Бізде қазір уақытта таңғаларлық нәрсе емес, енді көбін мысалы тырысып жатады, өйткені ол бірінші басшының талап етуіне байланысты. Бірақ та енді барлығымыз білеміз, кім қандай ортада өсті, сол ортадағы тілдің нетеді. Бірақ та қазір уақытта көбі тырысуда енді тілді үйренуге. Бірақ тест тапсырған кезде негізінен қазақ тілін тапсырады. Бірақ ол бұның жалпы тестінің нәтижесіне бұл әсер етпейді. Заңдылар жалпы әсер етеді, қазақ тілін білу әсер етпейді. Бірақ дегенмен де оның комиссиямен қабылдаған кезде, сұхбаттан өткізу кезінде, әңгімелесуден ол ескерілуі қажет. Әр комиссияға ол қазір мен жеке баға бере алмаймын, өйткені бұл объективті болмайтын шығар, объективті болатын шығар, нақты айта алмаймын. Бірақ мүмкін сіз тапсырғанда, немесе сіздердің таныстарыңыз тапсырғанда тіл мәселесіне көңіл бөлінбеген шығар деген ой туындайды. Бірақ өзім кезінде осындай комиссияға қатысқан кезде әрине тіл мәселесіне біріншіде көңіл бөліміз. Мемлекет тілде жауап бересіз бе, орыс тілінде жауап бересіз бе, ресми тілде. Көбі енді ресми тілде жауап берем деп айтып жатады, кейбір қазақ тілінде деп жауап береміз деп. Негізінен сұрағыңызға жауап келгенде, қазіргі уақытта мемлекеттік қызметте мемлекеттік тілге үлкен мәртебе көрсетілуде, және үлкен назар аударылуда. Бұлай тоқ етерін мен сізге нақты айта алмаймын, өйткені әр комиссия тек қана орыс тілінде өтеді деген секілді. Енді сіздің де сөзіңіз жаны бар шығар, бірақ та объективті, нақты мысалыңыз болса, міне осындай мемлекеттік органда осылай болды, менің құқығым бұзылды дегенде, онда біздің органға келіп, ресми тілде айтыңыз, енді біз кейіннен шара қабылдайық. Түсінікті. Жуырда ғана сіздердің агенттіктеріңіз екіге бөлінген болатын. Бұл ретте бұның тиімділігіне тоқталып кетсеңіздер, қай жағынан тиімді бұл? Бұны мен енді президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлының жаңағы инаугурациясында айтқан екінші басымдығы болған еді. Осы жемқорлықпен күресу, бұл бағыттағы жұмысты одан да жетілдіру, тағы бір оң серпін, оң күш беру мақсатында да болар деп ойлаймын. Енді бұрындары біздің агенттік мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай саясат жүргізу, мемлекеттік қызмет көрсету бар, әдеп нормаларын сақтап саласындағы бақылау саласы бар. Сонымен қатар жемқорлық профилактикасы болды. Енді агенттіктің құрамында ұлттық бюро деген жемқорлық қарсы қызметі жеке болды. Олар енді қудалау, жемқорлық қылмыстарын қудалау, тергеу, анықтау, деген секілді мәселемен айналысты. Енді жаңа президенттің жарлығына сәйкес біздің екі агенттік болады. Нақты қазір мен толық айта алмаймын, қай агенттік немен айналысатын. Өйткені жалпы жарлықта жазылған, мысалы біздің департаменттің ол мемлекеттік қызмет, бақылау және де мемлекеттік қызметтің сапасы бойынша. Екінші агенттік екінші сыбайлас жемқорлықпен күрес, алдын алу, деп ондай болжам бар. Бұның барлығы енді жуық арада нақты нормативті құқықтық актілерде елбасы, президентіміз оған арнайы жарлықта мерзім берді. Енді президент әкімшілігімен елбасы президентке осындай қол қояды, нақты заңда өзгерістер бар болады, сондай жұмыстар процедурлық. Енді олар өткеннен кейін белгілі болады, нақты толық ақпаратты біз кейіннен осы бағытта бере алатын шығармыз деп ойлаймыз. Аталмыш өзгерістер мемлекеттік қызметкерлерді қатаң бақылауда ұстауға, сыбайлас жемқорлықтың санын азайтуға септігін тигізеді деген сенімдеміз. Жалпы алда келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Жұмыстарыңыз алға қарай жүре берсін. Құрметті Ерлеген Жерденұлы, Нұрлан Серікұлы, студиямызға келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Апта сайын дүйсенбіден бейсенбіге дейін кешкі 18:30-да өзекті тақырыптарды бірге талқылайық. Айтарларыңыз бар болса, хабарласыңыздар. Редакция телефоны 55 76 40. Келесі көріскенше күн жақсы.